Сәлем достар, сіздермен бүгін с корица адамды ғашық ететін синнабон рецептісімен бөліскім керек. Ол үшін алдымен қамырын дайындап аламыз. Алдымен біз сүтімізді құямыз ыдысымызға, оған секерімізді саламыз және тұзымызды салып, оған құрғақ ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне ерітілген сары майымызды және бір дана жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне електен өткізіп, ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды дайындап аламыз. Дайын болған қамырымыздың үстін жауып, жылы жерге 1,5 немесе 2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей достар, менің қамырым осындай болып көтерілді. Ол өте жұмсақ әрі нәзік. Енді осыны квадрат формада 1 сантиметр етіп жаямыз. Квадрат етіп жаю маңызды, оны орағанда да өзімізге ыңғайлы болу үшін. Мінекей жайылған осындай квадрат формамыздың үстіне енді ерітілген майымызды немесе бөлме температурасындағы майды да жақсаңыздар болады. Барлық жеріне түгелдей жағып шығамыз. Жағып болғасын, оның үстіне осылай секермен корицаны араластырып аламыз әбден. Барлық рецепті менде төменде описанияда болады. Барлығын осы қамырымыздың, май жалған қамырымыздың үстіне түгел сеуіп шығамыз. Мінекей мен барлық жеріне сеуіп шықтым. Енді осыны рулетке орайтын боламыз. Орамас бұрын мен пешімді 180 градуста қосып қойдым. Қызып тұрған пеште салсаңыздар, синнабондарыңыз, яғни булочкаларыңыз өте жұмсақ болып және үлкейіп, көмпейіп пісіп шығатын болады. Дайын болған рулеттеріңізді осылай қарапайым жіппен кесіп, оны пергамент қағазға, яғни формаңызға пергамент қағаздың үстіне текшелеп бәрін салып шығамыз. Булочкаларымызды салып жатырғанда араларын ашып қою маңызды, себебі артынан піскен кезде үлкейіп, көмпейіп пісетін болады. Сол кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін араларын ашып салғандарыңыз жақсы. Дәл осылай мен видеодағыдай етіп, кесіп салып шықсаңыздар болады. Булочкаларымызды осылай кесіп, оны қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Булочкаларымыз піскенге дейін біз помадкамызды дайындай береміз. Ол үшін бізге сары май және творожный сыр салып араластырып аламыз жақсылап. Творожный сыр болмаса, қарапайым 20% қаймақты пайдалансаңыздар да болады. Енді осының үстіне қант ұнтағын салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді осы сұйықтығымызды дайын болған булочкаларымыздың үстіне ысылай жағу маңызды. Міндетті түрде ыссы күйінде жағып алыңыздар. Сонда булочкаларыңыздың бойына сіңіп, әдемі болып және дәмді болып шығады. Егер осы рецепті ұнап жатса, достар, подписаться етіп, колокольчик басуды ұмытпаймыз. Тағы да өте күшті дәмді рецептлерді осындан көресіздер.